2026 жылы қазақстандық үйлену тойларында қанша ақша сыйға беріледі? Біз Астана тұрғындары арасында сауалнама жүргізіп, мынаны анықтадық. Сыйлықтың көлемі туыстық қатынас пен жақындықтың деңгейіне тікелей байланысты. Аға-інілерге, апа-сіңлілерге, басқа да жақын туыстарға, сондай-ақ ең жақын достарға әдетте 100-ден 150 мың теңгеге дейін ақша сыйға тартылады. Орта буын туыстар, тәтелер, ағалар, бөлелер мен немере ағайындар үшін сыйлық мөлшері 3 есе аз. 40-тан 50 мың теңгеге дейін. Бұл қонақ тойға жұпсыз жеке барған жағдайдағы орташа көрсеткіш. Ал өте алыс туыстар мен әріптестерге әдетте адам басына 20-дан 30 мың теңгеге дейін ақша салынады. Енді осы сандарды және қонақтар тізімін біле отырып, тойыңыздың шығыны ақтала ма, жоқ па, шамамен есептеп көруге болады. Сондай-ақ біздің сауалнама нәтижесі көрсеткендей, әйелдер ерлерге қарағанда орта есеппен 10%-ға көбірек сыйлық берер екен. Демек, оларды тойға шақырған тиімдірек. Сонымен қатар, сауалнама барысында биылғы қалың малдың мөлшері де анықтадық. Ол туралы алдыңғы видеода айтып қойғанбыз. Арнамыздан тауып көре аласыздар.